Бехтерева қатысушылардың миындағы ұзақ мерзімді өзгерістерді бақылауды бастады. Өз тілектерін үнемі өтініш түрінде білдіруді жалғастырған адамдардың миы әр 3 сайын сканерленіп отырды. Нәтижелері қорқынышты болды. Ай сайын тапшылық сезімімен байланысты нейрондық жолдар барған сайын айқындала түсті. Бұл ормандағы соқпақ жол сияқты. Адам неғұрлым жиі жүрсе, соғұрлым ол жол кеңейіп тереңдей береді. Мида дәл солай. Әрбір өтініш, жалбарыну, үрейге, қорқынышқа және өзін толық емес сезінуге жауап беретін нейрондар арасындағы байланысты күшейте берді. Бехтерева мұны сұрау синдромы деп атады. Уақыт өте келе адам осы күйде қалып қояды. Тіпті ол өз мәселесі туралы ойламай жүрген кезде де оның миындағы негізгі нейрондық белсенділік тапшылық үлгісін көрсетіп тұратын болды. Ми шын мәнінде осы күйге енеді. Ол қоршаған ортаны әуел бастан-ақ тапшылық көзқарасы арқылы қабылдай бастайтын. Бірақ ең таңқалдырғаны мұның гормональды жүйеге тигізген әсері болды. Айлар бойы өз өтініштерін жетіспеушілік тұрғысынан тұжырымдаған қатысушылардан созылмалы стресс белгілері байқалды. Кортизол деңгейі жоғарылады. Серотонин, бақыт гормоны төмендеді. Ер адамдарда тестостерон азайды. Әйелдерде эстрогеннің бөлінуі бұзылды. Олардың ағзасы шын мәнінде өмір үшін күрес режиміне көшті. Ал өмір үшін күрес режимі бұл өсуге, дамуға, шығармашылыққа мүмкіндік болмайтын режим. Бұл жағдайда ағзаның барлық ресурстары тек бір мақсатқа жұмсалады. Аман қалу, тек өлмей күн көру. Адам окопта отырғанда, басынан оқ зуылдап өтіп жатқан кезде гүлдену мен молшылық туралы армандауға уақыт болмайды. Бехтерева қатысушылармен бір қатар сұхбаттар жүргізді. Олардың әңгімелері бір-біріне өте ұқсас болды. Қаржылық қиындықта тап болған бір әйел: "Мен күн сайын дұға етемін, Құдайдан маған ақша беруін сұраймын. Бірақ ақша одан сайын азайып барады. Неғұрлым көп сұрасам, соғұрлым жағдайым нашарлай береді" деді. Созылмалы ауруы бар бір ер адам: "Мен әр түн сайын ғаламнан мені емдеуін жалбарынып сұраймын. Бірақ ауырсыну одан сайын күшейе береді. Неге маған көмек келмейді" деді. Бехтерева жауапты білді. Олар көмегі ала алмады, өйткені әрбір өтініш арқылы өздері құтылғысы келген нәрсені күшейте берді. Олардың миы "маған ақша бер" дегенді естіген жоқ. Ол "менде ақша жоқ" дегенді естіді. "Мені емде" дегенді де естіген жоқ. 39 жастағы ер адам 3 жылдан бері жұмыссыз. Экспериментке дейін оның негізгі ой тұжырымы: "Мен жақсы жұмыс тапқым келеді. Өтінемін, маған көмектесіңдерші". Миы тапшылықтың классикалық үлгісін көрсеткен. 6 апта бойы "мен маған молшылық пен қуаныш әкелетін іспен айналысып жүрмін" деген бекіту сөзін қолданғаннан кейін жағдай өзгерді. Префронтальды қыртыс тұрақты түрде белсенді болды. Ал миндалина тынышталды. Ең таңқаларлығы, соңғы 2 аптада ол 3 жұмыс ұсынысын алды. Кездейсоқтық па? Мен олай ойламаймын. Бір жағдайдан кейін тағы бір жағдай дәл сол нәрсені көрсетті. Адам өтінуді тоқтатып, бекіту сөздерін қолдана бастағанда, оның миы қайта құрылатын болды. Ал мимен бірге оның айналасындағы шындық та өзгере бастады. Бұл классикалық ғылым тұрғысынан түсіндіру қиын құбылыс еді. Бірақ фактілер факті болып қала береді. Мигренмен ауыратын бір әйел: "Мені ауырсынудан құтқар" деген сөзден "менің басым анық әрі тыныш" деген бекітуге көшті. 8 аптадан кейін оның ұстамаларының жиілігі 70% азайды. Ми скандары көрсеткендей, ауырсынуды қабылдауға жауап беретін аймақтар бұрынғыдай белсенді реакция бермейтін болды. Яғни, ол жай ғана өзін ауырсыну жоқ деп сендірген жоқ. Оның миы ауырсынуды қабылдау жүйесі физикалық түрде қайта құра бастады. Бехтерева осыдан кейін теория құра бастады.
ми айна принципі бойынша жұмыс істейді. Бірақ бұл объективті шындықты жай ғана көрсететін қарапайым айна емес. Бұл белсенді айна. Ол өзіне берілген сигнал негізінде шындықты өзі қалыптастырады. Егер сіз өтінуші позициясында болсаңыз, айнаға мынандай сигнал жібересіз: мен әлсізбін, мен мұқтажбын, мен төмендемін. Айна оған жауап береді: түсіндім, міне саған әлсіз әрі мұқтаж адамның шындығы. Айна сізге күш бере алмайды, өйткені сіз күш сигналын жібермейсіз. Ол тек сізден шыққан нәрсені күшейтіп қайтара алады. Ал сіз позицияңызды өзгерткен кезде, өтінуді тоқтатып жариялай бастағанда, бекіткенде, шешім қабылдағанда, айна мүлде басқа сигнал алады. Бұл иесінің сигналы, бұл жаратушының сигналы. Сонда айна сізге иесі мен жаратушының шындығын көрсете бастайды. Бұл бір жағынан революциялық, бір жағынан қорқынышты жаңалық еді. Өйткені бұл адам жағдайлардың құрбаны емес екенін білдірді. Адам сол жағдайлардың жаратушысы. Әрбір ойымен, әрбір сөзімен, әрбір эмоциясымен ол өзінің ми айнасын белгілі бір шындыққа бағдарламалайды. Ал ми бұл бағдарламаны үнсіз орындап отырады. 4 жылдық зерттеудің соңында статистика өте айқын болды. Өтінуді жалғастырған бақылау тобындағы адамдардың тек 8% ғана өмірінде айтарлықтай өзгеріс болғанын айтты. Ал бекіту тілін қолданған эксперименттік топта бұл көрсеткіш 87% болды. Бұл кездейсоқтық сәйкестіктер емес еді. Бұл заңдылық. Бехтерева нәтижелерді ғылыми қауымдастыққа ұсынуға дайындалды. Ол бұл үлкен дау тудыратынын білді. Оны жалған ғылымды насихаттады деп айыптауы да мүмкін еді. Позитивті ойлауды шамадан тыс дәріптеді деп те айтуы мүмкін еді. Қатаң ғылыми әдістерден ауытқы деп сын айтуы да мүмкін еді. Бірақ оның қолындағы нақты деректер болды. Мыңдаған сағаттық жазбалар, жүздеген ми скандары, өзгерісті дәлелдейтін құжатталған жағдайлар. Ол бір нәрсені түсінді. Бұл жай ғана қызықты құбылысты ашқан жоқ. Ол барлық рухани дәстүрлердегі ежелгі даналықты түсіндіретін механизмдерді ашты. Сұраңдар, сонда сендерге беріледі деген бұл тіркес әрқашан қате түсіндіріліп келді. Мәселе тек сұрауда емес, мәселе өз өтініш тілегіңізді нақты қалай тұжырымдайтыныңызда, қандай ұстаныммен, позициямен және қандай ішкі күйде тұрып сұрайтыныңызда. Тапшылық күйіне жасалған өтініш тапшылықты одан әрі көбейтеді. Ал толықтық пен сенім күйінен айтылған бекіту толықтықты көбейтеді. Ми айна, моральды да әділдікті де білмейді. Ол тек бір нәрсені біледі. Сіз жіберген сигналды дәл сол күйінде қайтарып көрсетеді. Өзіне не жіберсеңіз, соны шағылыстырады. Және ол толық дәлдікпен бейтарап түрде орындайды. Егер бұл видео пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Жалғасы бар. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді жазыңыз.